Все, мына қазір бітіп тұрсам болды сонымен қазір бұлайнан ана бұлай қоям, сонымен пайы дейтін пайы өті чего? Жезет сен ба ена жерде барлығын бұтшын жарған чөзі неғып жарып атсың үйімді қуасың ба? Ауырады екенсің ғой, қалайсың Шайзи? Қысқасы тыңда. Яғни біз саған сенің алдыңда үйде соғу өте жаман болды дейтін. Сен қалай соғатқанды білмеймін. Қысқасы біз жетілермен келісіп, түнде сенің осы магазин ба үйіма білмеймін. Қысқасы соның астан динамит қойдық. Мен соны әзір жардым. Өте мықты пранк болды ма? Мықты пранк. Қалай не істесем болады? Жетел, сен білесің ба? Бұл ешқандай менің үйім емес, немесе менің магазинім емес. Сен біздің ауылдағы мэрді білесің ба? Сол ғой маған айтып өт, короче. Сол жерге магазин ашқан, мен соны соғып атқанмын, білесің ба? Ресурстарын бәрін қанша миллионға сатып алып. Қазір білесің ба? Мысалға мэр дейтін қайда, мысалға біздің ауылда жоқ, білесің ба? Ол қайда деп ойлайсың? Білмеймін, сен өтірік айтпашы. Ол қайда, мен білмеймін енді, кеткен шығар бұл жерге. Бұл жерге кеткен жоқ, ол бұл жаққа продукт алып келіп, ол жақта яғни біздің ауылды яғни дамыту үшін қанша заттар еңбектер істеп отса, сендер жарыпсыңдар ғой, болды сендерге мен сендерді айтып беремін, мына уже ресурстар жоқ менде вообще. Мен сендерді айтамын, болды сонымен сендерге қана десем де болады, сендерді ауылдан қуып жібереді. Өтініш, Шайзи, керек емес. Давай, мен саған, көрсет, өтініш, Шайзи, былай айтшы, яғни мерге. Мен, короче, сенің магазин соғып аттым, сөйтім да байқамай үйінде, то есть, магазинде жар жөдім, деп айтшы, пожалуйста, мерге. Біз кешірші, Шайзи. Кешірші дейсің ба? Жо, мен кешір алмайым, мен атүрейтен кешір алмайым. Давай, короче, онда менде қазір, давай, бүйтейік. Короче, менде бір идея бар ше, яғни сендерді құтқару үшін. Қандай идея бізге айтыр, мен бағалығын дайындауға, яғни дайынмын, яғни бәрін айтқанда бәрін орындауға, Бәрін орындауға дайынсың ба? Онда тыңда. Қазір сендер мен үйіме жинаңдар, мен қазір үйімнен бір-екі заттарды алып шығайын, там идеялар бар менде, соларды алып шығам. Сендер, короче, полный, там ауылыңда кім бар, короче, кімдермен жардыңдар, солардың барлығыны, яғни менің үйіме келіңдер, үйімнен қалсам, мен өзім шығам, сол көде, короче, сөйлесеміз, Болды, Шайзи, біз қазір барамыз. Давай. Ассаламалейкум, достар, қалдарың қалай? Сендер ме бүгін Шайзи? Достар, ойлаңдар, өздерің көріп отқанда, яғни достар, менің үйімде, то есть, менің магазинімде жар жүрді, ойлаңдар, шетелдер. Енді мен оларды алдайын деп тұрмын. Қалай дейсіңдер ме? Өздерің көрген шығарса, мен не айтқанын барлығы өздерің түсіндіңдер, мен оны сендерге қайталанып келіп тұрған жоқ. Кстати, достар, білесіңдер, менің ең жақсы көрген подписчиктерім арасында бұл жерде Мейрам және Мұхаммедияр бар, достар. Және бұл жақта да Үнжу дегендер подписчиктер болатын, бірақ олар яғни комментарияға дым жазбады, өкінішті десем де болады, Кстати, окей, сыра. Қазір мен онда көп сөйлемейік. Қазір мен бірден үйіме кіріп, яғни заттарды қойып шығайын мен дейтін. Все окей. Қазір давайте ресурстарын барлығын алып алайын. Ана үйде қайтадан тұрғызу керек. Айтпасам, достар, бізге қана болады. Қана шетелдер келіп жатыр ма? Келіп жатыр екен ғой. Сөйлесек қазір. Шетелдер келіңдер ма? Че там келіңдер? Сендер барлықтарың істедіңдер ма? Соның кешегін? Біз барлығымыз біргеміз. Біз біргеміз дейді ғой. Мақыл, сен главный сен ғой, баяғы ана жерде тұрған сен едің ғой. Жоқ, мен емес едім, ол әлі сол жерде жатыр. Мен соның басшысымын ғой, то есть досым айта бер бізге. Бізге айта бересің ба? Біле отқанша сен не отқанын мерге айтып беретінді, өздерің бет жарсыңдар. Менде дым ресурстар жоқ, оларды қайтадан там үйді тұрғызу үшін деген сияқты. Егер сендер маған тауып берсеңдер, база жоқ, мен сендерді кешірем, еще дейтін, мен өзім үйді қайтадан дерс қылып соғып қоямын, сол кезде, яғни мер ештеңе білмейді, сол кезде барлығы чеки болады. Енді сендер келіспейсіңдер ма, ол жағын білмеймін. Келіспейсіңдер ма дегенде же, біз дейтін, енді келісеміз ғой, басқа бізде амал жоқ қой, Шайзи. Все, болды, біз дейтін, короче, шахтадан саған әмпілер ұлар алып кеп бір керек болсын да, шахтадан не тапсақ, соны бәрін алып кеп береміз керек саған. Шағын, не көресіңдер, не істесіңдер, соны бәрі маған тап бересіңдер. Болды ма? Короче, где-то бір қазір сағат дейтін, бір сағатта ма келеді, короче, тезірік барыңдар да, тезірікті алып кеп беріңдер маған, түсіндіңдер ма? Болды, түсіндік. Қазір біз барлығымыз шахтаға барып, яғни бүкіл заттарды, яғни біз сандыққа, яғни жинаймыз да, сосын оларды алып кеп береміз. Солай ғой, Шайзи? Дәл солай. Короче, сендер сөйтіп алып кеп бересіңдер, болды, мен сосын әрі қарай өзім соғам, ана мұна бәрі өрінсең. Болды ма? Сонымен
түсіндіңдер ғой барлығын, иә? Болды, сонымен боссыңдар. Барыңдар да тезірек шахтадан қазып, тезірек алып келіп беріңдер, иә ма? Болды, Шензи, біз қазір келеміз. Қазір деп тұрмын, той сөзіміз айтамыз, иә? Болды, рахмет, давай. Давай, сен де бар құр, давай. Шензи, болды, рахмет, иә? Все, болды, келістік қой, давай. Ай, ебать, тупойлар. Достар, наларды жителерден қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Серьезно айтсам, Майнкрафтта жителер жұмыс істегенін мен вообще көрмегенмін. Сендер көрген, мен оны егін еккенін көргенмін, но енді былайынан мен вообще көрмегенмін. Олар қалай егін, қалай руда тасиды, оны ешбірін көрмегенмін. Енді сол бүгін видеода соны көретін боламыз. Қазір мен дейтін творческая ауысым керек еді. Кстати, қазір біз жителерге барып, яғни оларды қазір қай жерге қазып отыр екен, сол қызық болып тұр маған. Достым, егер сен арамат менің болсаң да менің арамат тіркел. Егер сен менің арамнан бұрыннан болсаң, өйті арнаны отписаться етіп, қайтадан тіркел. Және де колокольчик басуды ұмытпа. Өйткені соңғы кезде YouTube менің видеоларымды сендерге жібермей жүр. Және де давайте сразу күнде активный болайық, лайк бассақ, ана тіркелейік. Дальше давайте біз видеомызды қарай кеттік. Әрі қарай көріп жүріңіздер. Достар, ойлаңдаршы, короче, ана уже кәдімгі жұмысты басып кетті. Ойлаңдаршы, қазір сөйлесеміз. О, жұмыс жатыр. Чё там, жұмыс басып кеттіңдер ма, не істедіңдер? Шензи, біз қазір барлық жұмысты жасап жатырмыз. Көрдің бе? Рудалар лақтырып жатыр. Сол сандықтың ішіндегі өзің көріп тұрғанда, яғни бүкіл алмаздар, ресурстардың барын сол жаққа салып жатыр. Сен мерге айтып бермесең болды, Шензи, саған көмектесеміз. Мен ғой сендерге көмектесіп жатқан. Базар жоқ, давай мен бәрін алып алайын. Опа, че серьезно, манау? Барлығы серьезно. Все, давай онда. Достар, оқылыңдаш, алар в натуре жұмыс істеп жатыр. Қазір мен алардың натуре жұмыс істеп жатырмын, ол жағын мен білмеймін. Сол үшін қазір мен сразу творческая ауыстым. Қарына қазір творческая ауыстатып аламыз. Творческая ауысып, қазір біз зеле бар ма мына жерде зеле? Яғни қазір біз бұл жерден қалай түсіндіріп өтсіңдерге. Қазір сила дейді. Роз силаңға жоқ бізге. Скорс. Все. Қазір мынаны ішіп аламыз. Және де біз қазір жителерді көретін боламыз. Олар қалай жұмыс істеп жатқанын, маған олар қалай жұмыс істеп жатқаны қызық болып тұр. Все сұрап. Аңғарыңдар, кәдімгі заттар салып отырған жерде. Аңғарыңдар. Мыналар натур жұмыс істеп жүр ғой, кәдімгі. Аңғарыңдар, мыналар натур жұмыс істеп жүр. Мазар. Мана жақ кәдімгідей шақта отырған ақ дейтін. Алмазар, мазар. Мен басқа жителер жұмыс істейді деп ойламадым мен дейтін. Аңғарыңдар. Достар, мыналар в натуре жұмыс істейді, достар. Сендер кәдімді жазып кетіндер, мен вообще жұмыс істейді деп ойламадым негіз дейтін. Кәдімгідей қазып жатыр, қолымен ба, немесе киркамен қазып жатқанын білмеймін, өйткені олардың, яғни бізге қолдарын немесе басқаларды көрінбейді, сыр. Аңғардар, нағын тастап жатқан қарыңдар. Мастер, былай. Ой, сыр. Мастер. Чё, қаншама? Сонда қазір налар, яғни рудалар алып тасып жатыр, нау дейтін салып отырмыз. Мына жерде рудалардың барлығы қайда кеткен? Түсірге тастай бер. Мына жерде рудалардың біреу алып атқан сияқты ма? Сен өшіп алған? Жоқ, мен емес. Достар, білмей қалды ғой, прикинь достар. Яғни мен қазір не видим, яғни мен оларға көрінбеймін, өздерің білсін. Аңғандар, екі достар. Мыналар дейтін натур жұмыс істеп жатыр ма? Мен өз көзіме сенбедім, сөз айтсам. Біреу етіп жатыр. Мына жерлерде жұмыс істеп жүр мыналар дейтін кәдімгі. Мына қақ етіп барады анау. Вообще дейтін достар. Тағы біреу келді нақын. Ойбай. Мастер, мыналар кетіп жұмыс істеп жүр ғой кәдімгі. Қазір нарығын соңына шын айтсам, қазір мұнан барығы пранк жайғаны мезіндерді алдадым дейтін болса, мұнар енді маған шынымен сыр, қазір шынымен нервтар шығуы мүмкін сыр, кәдімгі сыр. Өйткені ойындар олар дейтін кәдімгідей бүкіл жерді бөтшісін шығарып тастапты сыр, көріңдер ма? Кәдімгі жұмыс істеп білмеймін сыр. Өздерің жазыңдаршы комментария, шынымен сыр, кәдімгі жұмыс істеп жатыр, ауыра ма бір-білі? Мақыл қазір жетін аға атайық.
Жетел. Шайзи, не болды, айта бер. Не болды, айта бер дегенде ше, короче, сен білесің бе, сен негізі ешқандай мейірдің, яғни магазин жоқ, енді күтір қазір алып алайын, ана жерлерді бәрін алып алайын, қазір, короче, тыңда, яғни ешқандай мейірдің, яғни ешқандай мейір жоқ, яғни ешқандай магазин соққан жоқпын, ол негізі менің өзімдікім болатын еді, яғни өзімнің магазинім еді. Енді сендер үлкен рахмет айтамын, қаншама алмаздар бердіңдер, қаншама ұрылар бердің, үлкен рахмет сендерге. Енді давай сау, бұл жағынан пранк, ешқандай мейір жоқ, иә. Сен бізді алдадың ба не? Құршылай, сан сенмейміз. Үйретіп қойдым ба, енді қалай алдау керектігін? Құрша бар. Давай, ренжіп қалдық. Сыр, önce ренжіп қояды, еще мен үйімді жартып. Қазір мен өзімді үйімді соғатын боламын мен де сыр. Если что, сыр, мен егер сендер сыр бірінші